Алматы қаласы. Город Алматы. Алматы Қазақстанның оңтүстік астанасы, әлемдегі ең әсем қалалардың бірі. Ол хан тәңірінің сенімдерінің солтүстігінде, Алатаудың етегінде орналасқан. Қала төбесінен төнген қарлы шыңдардың биіктігі теңіз деңгейімен есептегенде 4000 метрден асады. Алматы бау-бақшалы қала. Бұл тек мәдени ғана емес, сондай-ақ Қазақстанның өнеркәсіп, қаржы және саяси орталығы. Қалада медеу мұз айдыны, көк төбе аспалы жолы және көптеген мұражайлар, театрлар, саябақтар, тағы басқа көрікті орындар бар. Өзгені қайталамайтын қала сәулеті, Қазақстан қонақ үйі, Қазақстан Республикасының тұңғыш президент атындағы саябағы, цирк, Мұхтар Әуезов атындағы театр, тағы басқа ғимараттар қонақтарға ұмытылмас әсер қалдырады. Алматы қаласының көне тарихы бар. Алматы 1853 жылы пайда болды. Ол кезде бұл Верный деп аталатын бекініс қала болатын. Ұзақ уақыт бойы қала Алматы деп аталып келді. Алматының өте ірі, аса дәмді, шырынды апорттары Еуропаға кеңінен мәлім. Алматы – южная столица Казахстана, один из самых прекрасных городов мира. Он расположен у подножия отрогов Тянь-Шанского Алатау. Высота снежных пиков, возвышающихся над городом, свыше 4000 метров над уровнем моря. Алматы – город-сад. Это не только культурный, но и промышленный, финансовый и политический центр Казахстана. В городе очень много достопримечательностей. Каток Медеу, канатная дорога на Коктюбе, музеи, театры, парки и другое. Своеобразная архитектура города, гостиница «Казахстан», парк первого президента Республики Казахстан, цирк, театр имени Мухтара Ауэзова и многие другие архитектурные сооружения оставляют у туристов незабываемые впечатления. Город Алматы имеет давнюю историю. Алматы появился в 1853 году. Тогда это был город-крепость, который назывался Верный. Долгое время город носил название Алма-Ата. Очень крупные, красные, сочные плоды алматинского апорта знают даже в Европе.